Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Сәуле. Сіздерге өте дәмді және томпақ бауырсақ рецептімен бүгін бөлісетін боламын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз достар. Қажет ингредиенттердің бәрін видеоның астына жазып қоятын боламын. Ең біріншіден бізге 500 грамм немесе 1 килограмм ұн қажетінше керек, яғни суымыз міндетті түрде жылы болу керек, яғни тұз, май, май дрожжы, қант және майонез керек. Ең біріншіден біз суымызды алып, жылы суды, яғни ашытқымызды дайындап аламыз. Ашытқымызды дайындап аламыз, яғни бір қасық, аз қасық толтырып, май дрожжысын салып, суға ертіп аламыз. Араластырып болғаннан кейін қант бір аз қасық толтырып, кейбіреулеріміз тәтті болмас үшін толтырмай салсақ та болады. Яғни осылай араластырып аламыз. Тұзымызды жарты аз қасық тұз саламыз. Осылай ертіп 5 минутқа қойып қоямыз. Ал енді біз ұнымызға кірісетін боламыз. Ұнымызға 4 аз қасық майды салып алғаннан кейін біз толтырмай майонезді салып, аз қасық майонез, яғни толтырмаймыз. Салып болғаннан кейін мына еріген біздің дрожжымызды құямыз. Яғни ерігеннен кейін осыны жақсылап тұрып, енді нан илеуге кірісетін боламыз. Нанымызды қаттығы илеуге болмайды, не жұмсақ та илемейміз. Себебі нанымыз көтерілмей қалуы мүмкін бауырсағымыз. Ал енді тұзды суға, яғни қатты ашты болмау керек тұзымыз. Яғни ақырындап, кішкене су ақырындап жайлап қосып, нанымызды міне осылай илейміз. Міне осындай нан болды, жұмсақ. Енді осыны пищевая пленкамен жауып, 30-40 минутқа қойып қоямыз. Міне 30-40 минуттан кейін мен 10 минутқа қойып, тағы да үстінен басып 10 минутқа қойып, міне қайтадан қамырымды алып, енді жаюға кірісетін боламын. Қамырым міне жайып, қаттырақ баспаймыз. Оқтау жайлап осылай илейміз, яғни қатты болмау керек. Міне осылай илеп аламыз. Жан-жағын тегістеп, бәрін бірге қығып, енді домалақтап, немесе басқа да пішінді төртбұрыштеп те кесек болады. Осылай міне домалақтап мен өзім кесіп алдым. Енді осылай жаңағы матаға асты жабыс қалмас үшін осылай қойып, бір 10 минуттай осылай қойып қоямыз. Бетін жауып, жаңағыдай көтерілгенше кішкене 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей достар, менің наным көтерілді. Өте томпайып тұр. Жұмсақ болып тұр. Қараңыздар қандай әдемі көрінеді. Енді пісіруге біздің нанымыз дайын. Енді майымызды жақсылап қыздырып алғаннан кейін осылай бауырсағымызды саламыз. Өте қатты ыстық май емес, астын қатты қылып қоюға болмайды, орташа қойып, орташа ыстыққа қойып, осылай пісіреміз. Өте ыстық май емес, қатты қызып тұрған. Яғни майымызда осылай мені қуырамыз. Мені екі жағы осылай томпайып пісіп атыр. Мені бауырсақтарым астын осылай төңкеріп қатты қызартпаймыз. Орташа мені қызарғанша осылай қызартып, бауырсағымызды әдемі қып, қонақтарымызға дайындаймыз, достар. Мені бауырсақтарым осылай томпайып шығып атыр. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше достар.